Барлықтарыңызға сәлем. Қонақ келгенде қазан көтеретін қазақ. Не бүгін ет асылып жатыр. Көргендеріңіздей міндетті түрде жілік, қабырға, омыртқа салынады. Бүгін түйенің еті өркешін қарамайсыздар ма? Қандай қып-қызыл болып сүрленіп қалған. Ет асқан кезде адам санына қарай етті саламыз. Bir табақты 5 адамға есептейміз. Жолдастарымыздың үйіндеміз. 2 табақ ет асылды. Етті сүрлеп, жайып, кептіріп, әбден баптаған. Картошка қосылады, және де міндетті түрде тұздық жасалады. Етімізді әдемілеп турап, картошкамыздың бәрін турап болғаннан кейін міндетті түрде үстіне тұздығын әдемілеп құйып, етімізді қонақтарымызға ұсына береміз. Ет ыстықтау болса да әп-сәтте турап тастадық. Бізге ас болсын, қазақтың еті көп болсын, дастарханы мол болсын. Күнде